Екінші сынып. Бөлім менің отбасым мен достарым. Сабақтың тақырыбы ағамның аты Әділ. Үшінші сабақ. Құрастырған қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Егізбекова Роза Серікқызы. Сабақтың мақсаты: шағын мәтінді түсініп, мәнерлеп, дауыс ырғағын дұрыс қойып, рөлге бөліп оқу. Жаңа сөздермен жұмыс жасайық. Қайталаймыз, тыңдаймыз, оқимыз. Ағаңның аты кім? Как зовут твоего брата? Кім мен? С кем? Ағам мен с братом. Әпкем мен с сестрой. Інім мен с младшим братом. Қарындасым мен с младшей сестрой. Брат обращается к младшей сестре. Сіңлім мен с младшей сестрой. Сестра обращается к младшей сестре. Татумыз. Дружные. Қайталап шығайық. Ағаңның аты кім? Как зовут твоего брата? Кім мен? С кем? Ағам мен с братом. Әпкем мен с сестрой. Інім мен с младшим братом. Қарындасым мен с младшей сестрой. Брат обращается к младшей сестре. Сіңлім мен с младшей сестрой. Сестра обращается к младшей сестре. Татумыз. Дружные. Келесі тапсырма: тыңда, қайтала, оқы. Менің ағам бар. Оның аты Әділ. Ағаммен бассейнге барамын. Мен ағамды жақсы көремін. Менің әпкем бар. Әпкемнің аты Дана. Данамен аквапаркке барамын. Мен әпкемді жақсы көремін. Біз татумыз. Осы мәтіннің ішінде жаңа сөздер кездеседі. Менің ағам бар. У меня есть старший брат. Ағамның аты Әділ. Его зовут Әділ. Ағаммен бассейнге барамын. С братом пойду в бассейн. Мен ағамды жақсы көремін. Я люблю своего старшего брата. Менің әпкем бар. У меня есть старшая сестра. Әкемнің аты Дана. Старшую сестру зовут Дана. Данамен аквапаркке барамын. С Даной пойду в аквапарк. Мен әпкемді жақсы көремін. Я люблю свою старшую сестру. Біз татумыз. Мы дружные. Енді назар аударайық. Осы мәтіннің ішінде қандай жаңа сөздер кездеседі. Әрине, ағаңның аты кім? Кім мен? Ағам мен. Әпкем мен. Інім мен. Қарындасым мен. Сіңлім мен. Татумыз. Осындай сөздер кездеседі. Енді кішкене назар аударайық, сергіту сәтін өткізейік. Мақал мәтелді оқып, бір жағынан отбасының татулығы туралы еске түсіреміз, бір жағынан отбасы құндылығы туралы ұмытпаймыз. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар. Қайталап шығайық.
Ағасы бардың жағасы бар. Інісі бардың тынысы бар. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі тапсырма дәптермен жұмыс. Өз отбасы мүшелерін жаз. Өз отбасы мүшелері қандай отбасы мүшелері бар екенін жазыңдар. Мысалы, ата, әже және тағы басқалар. Өте жақсы. Енді өздерін оқып шығыңдар. Қандай өз отбасы мүшелері бар екенін. Қорытынды жасау үшінші тапсырмамен жасаймыз. Өз ағаң туралы айтып бер. Сенің ағаңның аты кім? Менің ағамның аты Қанат, әпкемнің аты Дана. Осы мысал ретінде өз ағаң туралы жазып және айтып бересіңдер. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.